Сәлеметсіңдер ме балалар, қазір бізде көркем еңбек сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жаңа жылдық шеберхана, шыршаға ілетін әшекейлер. Сабағымызды жақсы көңіл күймен бастау үшін мына өлең жолдарын айтайық. Мен айтамын, ал сендер қайталайсыңдар. Шырылдады қоңырау, біз сабақты бастаймыз. Партамызға отырып, жаңа білім алуға, алға қадам бастаймыз. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі тақырыбымыздың қандай болатынын анықтау үшін мына бейнероликтерге назар аударыңдар. Жаңа жыл келе жатыр. Ол отбасылық мереке болғандықтан, әр үйде мерекеге дайындық қызу жүріп жатқан болар. Себебі сиқырлы, ғажайып көңіл күй орнатуда үйді мерекелік безендіру маңызды. Бүгін мен сіздерге жаңа жылдық безендіруге арналған бұйымдар жасап көрсетемін. Оларды жасау үшін әдеттегідей үйдегі қарапайым заттар қажет. Бірінші сәнді шам шырақ жасаймыз. Ол үшін бізге тал бұтақтары, шыршаның бүршіктері мен бұтақтары, стақан және шам керек. Стақанға желім арқылы бұтақтарды екі жағынан жабыстырып шығамыз. Шыршаның бұтақтары мен бүршіктерін шеттеріне қойып шығамыз. Осымен шам шырағымыз дайын болды. Жаңа жылдық безендірудің ажырамас бөлшегі болатыны сөзсіз. Келесі кезекте гирлянд. Оны жасау үшін қызыл түсті 6 қағаз қажет. 4 бұрышты қағазды бүктеп, 2 бұрышын беттестіріп алып, 3 жерден қию қажет. Қалғандарын да дәл осылай жасаймыз. Ал енді желім арқылы тура ортасындағы жолақтарды жабыстырып шығамыз. Алдымен бір жағына қарай, қалғандарын қарсы бағытта жабыстырған дұрыс. Дайын болған 6 бөлікті бір-біріне қосып шығу керек. Ілгіш жасауды да ұмытпайық. Көзін жауын алатын әдемі гирляндымыз дайын болды. Келесі кезекте шыршаға арналған ойыншық жасаймыз. Үйдегі бөтелкені алып 1 сантиметрлік 3 сызық қиып аламыз. Оны сақина формасында етіп желімдеп, әрқайсына сәнді ленталарды жабыстырамыз. Үшеуін біріктіріп бір ойыншық жасаймыз. Кез келген лентаның көмегімен оған ілгіш жасап алуға болады. Ойыншық дайын болды. Оны шыршаға іліп қою ғана қалып. Ойыншықтың тағы бір түрін жасауға қолданбайтын шам мен түрлі түсті жылтырақтар қажет. Шамды желімдеп, үстіне жылтырақтарды себуіміз керек. Сыртын лактап, лента мен шеттерін жабыстырып шықсақ, дүкендегіден киім емес ойыншық жасап шығарамыз. Балалар, бұл бейнероликте не көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, бұл жаңа жылдық шыршаға арналған түрлі ойыншықтар жасаудың үлгілері. Жаңа жыл бәріне ұнайтын мереке. Оны көптеген елде, сонымен қатар біздің елімізде де атап өтеді. Әрбір үйге шырша қойылып, оны ойыншықтармен безендіреді, сыйлықтар сатып алады. Сендер де жақындарың мен достарыңа жаңа жылдық ойыншық түрінде сыйлық әзірлей аласыңдар. Олар шыршада өте әдемі көрінеді. Ендеше бүгінгі сабақта біз жаңа жылдық ойыншықтар жасап үйренетін боламыз. Балалар, алдымен мына пішіндердің атауларын есімізге түсіріп көрейікші. Бірінші суретке назар аударыңдар. Бұл жерде қандай пішіндерді байқап тұрсыңдар? Ол 3 бұрыш, дөңгелек және 4 бұрыш. Бұл жазық пішіндер. Оларды салуға немесе қағаздан қиып алуға болатынын білесіңдер. Ал төмендегі пішіндер сыртынан қарағанда 3 бұрышқа, дөңгелек пен 4 бұрышқа ұқсайды. Алайда бұлар көлемді. Сондықтан да көлемді денелер деп аталады. Ойыншықтардан бөлек біз шыршада жасай аламыз, балалар. Оны қалай жасау керектігін үлгіден қарасаңдар болады. Шыршаны жасаудың реті. Бірінші, қағаз парағын 2-ге бүктейміз. Ақ және жасыл парақтар аламыз. Бүктелген тұсына шыршаның жартысының суретін салып аламыз. Екінші, оны қиямыз, содан соң ашамыз. Сонда симметриялы бейне шығады. Үшінші, тағы бірдей 3 шыршаны қиямыз. 2 шыршаны беттестіріп, желімдейміз. Қалған екеуімен де солай жасаймыз. Содан соң оларды бір-біріне жапсырамыз. Шыршаны моншақтармен әшекейлеуге де болады. Оны істеу қиын емес. Жіпке ара қашықтығы бірдей етіп, фольгаларды өткіземіз. Моншағымыз дайын. Жұмысымызды бастамас алдын қауіпсіздік ережесін есімізге түсірейік.
Қайшымен және желімен жұмыс кезінде мына қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз. Қайшыны жолдасыңа сабынмен ұсын. Қайшының ұшын сабынмен көтерме. Өтпейтін, тозған қайшымен жұмыс жасама. Жолдасың қайшымен жұмыс істеп жатқанда көңілін бөлме. Қағаз қиған кезде қайшыны емес, қағаз парағын жылжыт. Қайшының ұшын жоғары қаратып ұстама. Қайшыны біреуге бергенде жабық күйінде бер. Желімді аузыңа салма. Жұмыс біткен соң қайшыны арнаулы қорапқа салып қой. Ендеше жұмысымызды бастайық. Өз қалауларың бойынша үлгіге қарап шырша немесе бейнероликтерге берілген шыршаға арналған ойыншықтар жасаймыз. Іске сәт. Жарайсыңдар балалар. Ендеше сабағымызды қорытындылау үшін еркін микрофон әдісі арқылы өзіміздің сабақ туралы ойымызды айтатын боламыз. Жарайсыңдар балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.